Желтоқсан айы, қазақ үшін қастерлі, кең пейілді, киелі ай. Желтоқсан қазақ халқы үшін тағдыр шешті ай. Қазақтың ұлты ретінде маңдайына жазылған жазмышының барлық бастауы жылдың осы бір ақырғы айында тұрғандай. 1917 жыл, желтоқсан айы. Күллі адамзат тарихында бұрын соңды болып көрмеген қанқұйлы бірінші дүниежүзілік соғыс әлемді астан кестен етті. Империялар құлап, дүние қабыл сәт орын алған шақ болатын. Сол шақта қазақтың маңдайына біткен әзиз азаматтары Алаш автономиясын құрды. Қазақ халқының тәуелсіздігін бір табан жақындатып еді. Желтоқсанның 12-сі күні түс ауа, сағат 3-те Алаш автономиясы дүниеге келіп, азан шақырылып, ат қойылды. Алты Алаштың баласының басына ақ орда тігіліп, Алаш туы көтерілді. Үлкен ауылдарға қоңсы қонып, шашылып жүрген қырғыз қазақ жұрты өз алдына ауыл болды. Осы бір кезең, осы бір шақ, бабаларымыз аңсаған атадан балаға мұрадай, ағадан інеге аманаттай тапсырылған тәуелсіз болу арманына жарты қадам қалып еді. Алайда, сол жарты қадамды басып өту үшін 70 жылдай уақыт жабыла жапырса да мұқалмайтын жігер керек болды. 1986 жыл, желтоқсан айы. Қазақты ұлттың ұстыны, елдің ерігі болған азаматтарынан айырған Қызыл империя енді сол құрықты елдің өзіне салуға ниет қылды. Қазақстан Компартиясы орталық комитеттің бірінші хатшысы Дінмұхамед Қонаевтың орнына Қазақстанда бір күнде жұмыс істемеген және есімі елге белгісіз Геннадий Колбиннің тағайындалуын осының айқын айғағы деп түсінді өршіл жастар. Алаш мұрагерлері, қазақ жастары Алматы қаласының орталық алаңына жиналып, қарсылық танытты. Бұл толқу, бұл бұла жастардың бұлқынысы. Әр кезде қоғамда әр түрлі бағаланады. Біреулері көтеріліс десе, енді біреулер бұзақылық актісі деп қана баға берді. Алайда, сол шақ қандай баға берілмесін, бұл тағдыр шешті оқиға еді. Алматының алаңында басталған бұлқыныс Қызыл империяның құлауына себепкер болған Тбилиси, Баку, Вильнюс, Оштағы оқиғаларға ұласты. Алашорда азаматтары жасаған қадамды асқақ рухты азат жастар жалғастырды. Тағы да өз жандарын құрбан етті. 1991 жыл, желтоқсан айы. Бір ғасырға жуық уақыт әлемді тентіреткен кеңестік социалистік республикалар одағы атанған империя ыдырап қайтадан алағайда бұлағай шақ туды. Осы сәтте қазақ халқы тағы да тәуелсіздігіне ұмтылыс жасады. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанның жоғарғы кеңесі тәуелсіздік пен мемлекеттің егемендігі туралы заң қабылдады. Керей мен Жәнібек сұлтандар дербестікке ұмтылған сол шақтан басталған ұлы көш 500 жылға жуық уақыттан соң өз діттеген межесіне жетті. Тәуелсіздік тұғырына азат елдің алды аспан байрағы тігілді. Азат қазақ тұңғыш рет тәуелсіз президентін сайлады. Айман шаһар Алматыдан Арқаның төсіне Астана ауысты. Ол да желтоқсан айы болатын. Желтоқсан айы. Қазақ үшін қастерлі, кең пейілді киелі ай. Желтоқсан қазақ халқы үшін тағдыр шешті ай. Қазақтың ұлты ретінде маңдайына жазылған жазмышының барлық бастауы жылдың осы бір ақырғы айында тұрғандай. Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Шаңырағымыз биік, тұғырымыз берік болғай.
Тәуелсіздік күні келді қазағыма, енді қайтып көнбейміз өзге елдің мазағына. Кең байтақ құшағы, кең қазақ ұлты, бұл күндері көк байрағын көтерген жоқ. Тәуелсіз күн келіп жетті еліме, қазағым сен ешқашан берілме. Рухы биік, асқақтаған ұлы елім, тұра қойшы бірінші боп кемде. Күнім нұрлы, түнім жарық, асыл мамық жастандық. Жүрек жылы, ойым анық, рахмет саған бостандық. Көзім ашық, санам жарқын, болашаққа сертімдік. Алшаң бассаң, білем парқын, қадірлеймін еркіндік. Дінім биік, тиім құнды, болмысым бар қазақтық. Үнім жарқын, бол болсынды, қастерлеймін азаттық. Наша любимая прекрасная страна, для нас ты в мире, самая родная. Ведь независимость для нас очень важна. С Днем независимости всех я поздравляю. Пусть государство будет процветать, чтоб счастливо жил каждый гражданин. Желаю новых целей достигать, чтоб Казахстан был номером 1. Қайсар еліміз, жайсаң жеріміз болар солай мәңгілік. Қасиетті бұл өлкеде туды талай таң күліп. Бурабайым жер жанаты Нұрсұлтандай елбасы. Арман барма бұл өлкеде айтшысын сен біліп. Тәуелсіздік халқымыздың үлкен биік мақсаты, бабалардың аңсап күткен асыл қымбат арманы. Сол арманға жеттік, міне мақтанамын мен бүгін. Баласымын тәуелсіз ел, қазақ деген халықтың. Тәуелсіздік туғары бірік тұлғасын, жыласы сен барша қазақ жырласын. 91-де егемен ерке болып ек, өте шықты бүгін 25 жыл қырды асып. Бүгін мене мәңгілік ел атандық, сенің арқан соны бәрі тәуелсіздік бастандық. Көк барғын желбірде Рио-де Жанейро тауы көтеріліп, Казанның ән ұраны шырқалып. Тәуелсіздік тұғыры биік тұлғасын, жырласын сені барша қазақ жырласын. 91-де егемен еркін болып ек, өте шықты бүгіндері 29 жыл қырдасып. Бүгін міне мәңгілік ел атандық. Сенің арқаның соның бәрі тәуелсіздік, бостандық. Көк байрағың желбіреді Риода, жеңіс туы көтеріліп, қазағымның әнұран шырқалып. Қайсар еліміз, жайсаң жеріміз, олар солай мәңгілік. Қасиетті бұл өлкеде туды талай таң біліп. Бурабайым жер жанаты Нұрсұлтандай елбасы. Арман барма бұл өлкеде айтшысын сен біліп. Тәуелсіздік халқымыздың үлкен биік мақсаты. Бабалардың аңсап күткен асыл қымбат арманы. Сол арманға жеттік міне мақтанамын бүгін мен баласымын тәуелсіз қазақ деген халықтың. Мен Бейсенбек Олжас Грек-рим бөлімінің оқушысымын. Ендіктерді аралап еркінді бір, алауатты керемет көргіңді. Алақайлап аспанға атып тұрып, берекелі бастағы көргіңді бір. Қуан қазақ, күн туды қуанатын. Қазақ елі азат, қазақ жері азат, қазақ ері азат. Бұдан нұрлы шақ бар ма, бұдан асар бақ бар ма, қуан қазақ, күн туды қуанатын. Төрт түлікте майысып арқа белдер, тойлап жатыр ойқырда дәрхан елдер. Танып жатыр мойындап қазақ елін танықсы келмейтін тарпан елдер. Қуан қазақ, күн туды қуанатын, қазақ ері азат, қазақ елі, қазақ жері азат. Қуан қазақ, бұдан асқан шақ бар ма, бұдан асқан бақ бар ма? Желтоқсанда шындық жырын шырқаймын деп шарқырдың, желтоқсанда егеменді ел болсақ деп талпындың. Кеудемде әлі сызы жатыр сол кездегі салқынның. Айналайын жас қайратым, жас өркені халқымның. Арманның атын, жүгерінің отын. Өшіре алмас асау желі уақыттың. Егер кім қанша уайымсыз болса, нақ сол адам білмес құнын уақыттың. Тоңдырды мені, тоңдырды сені, желтоқсан жілік, аңызға